Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұмсақ әрі ауызда еріп кететін айран қосылған коржик дайындаймыз. Бұл коржиктерді балалар да үлкендер де сүйіп жейді, дайындалуы да оңай, үйде бар өнімдерден жасалады. Алдымен ыдысымызға жылы бөлме температурасындағы айранымызды құямыз. Менде қолдың қою айраны. Үстінен сода қосып араластырамыз. Сода осылай реакция беріп көтеріледі. Енді осы массамызға үстіне қант қосып, сұйық май қосып, қант толықтай ерігенше араластырамыз. Қанттың ерігенін қолмен осылай етіп көреміз. Қант толықтай еру керек. Енді осының үстінен електен алдын ала өткізілген ұнымызды қосып, үстінен қопсытқышты салып, жаймен қасықтың көмегімен қамыр илейміз. Ұнды бірден салмаймыз, бөліп, жайлап қолмен жабысатын осындай жұмсақ қамыр илейміз. Бізде қамыр осындай жұмсақ болу керек. Енді осы қамырымызды жұмыс жасауға дайындаймыз. Жұмыс жасайтын үстеліміздің үстіне ұн сеуіп алып, бірден қамырмен жұмыс жасай береміз. Осылай оқтаудың көмегімен жайып, арнайы осындай формамен коржиктерді бөліп шығамыз. Бұл болмаса, кәдімгі шай кесенің де көмегімен форма жасауға болады. Дайын коржиктерді осылай противенге салып, барлығын тізіп салып шығамыз. Осы дайын коржиктердің үстінен енді кисточкамен айран құйып жағып шығамыз айранды. 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутта пісіріп аламыз. Барлығымызды. Міне, коржиктарымыз осылай қып-қызыл, жұп-жұмсақ болып, хош иісті болып шығады. Дастарханға шаймен бірге ұсынсаңыз, үйдегілер риза болады. Достар, егер рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта тағы да дәмді, жеңіл дайындалатын тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.